Баршаңызға қайырлы күн. Осындай керемет дәмді рассыпчатый, сондай үгітіліп тұратын песочный пирог дайындаймыз. Қазір алманың маусымы, сондықтан алмамен дайындаймыз. Негізі кез келген өзіңізге ұнайтын салмамен дайындай беруге болады. Ең оңай рецепт, құрамы қолжетімді, ал бастаймыз. Ұнды електен өткізіп аламыз, үстіне 10 грамм қопсытқыш, разрыхлитель қосамыз. Таразыны обнулять етпейміз, байқасаңыз 961 грамм болып тұрды, 971 болғанға дейін разрыхлитель қосамын. Себебі обнулять етсек, біздің қарапайым таразымыз аз граммдарды дұрыс көрсетпейді. Үстінен қант қосамыз, мұқият араластырамыз. Тоңазытқыштан шыққан салқын сары майымызды ірі үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізілген сары майды ұнға аунатып отырамыз. Осылай қолымызбен үйкелеп, крошка жасаймыз. Алақанымызбен қысқанда осылай жабысатын күйге жетуі керек. Бір жұмыртқамызды қосып, крошкаларымызды біріктіріп, жұмсақ қамыр елейміз. Бастапқыда осылай силиконды күрекшемен араластырып аламын, кейін қолыммен біріктіремін. Бастапқыда қамырымыз бірікпейтін секілді көрінеді, дегенмен құрамында май бар, нәтижесінде жақсы бірігеді. Қолданатын ұн әртүрлі, жұмыртқаның көлемі әртүрлі, сондықтан егер бір жұмыртқа мүлдем жетпей қамырыңыз шашылып кетіп жатса, 1-2 ас қасық қаймақ қоссаңыз болады. Осындай жұп-жұмсақ, икемді қамыр шықты. Қамырымыздың 1/3 бөлігін мұздатқышқа жібереміз, қалғанын формамызға жайғастырамыз. Бірден формаға жайғастыруға болады, немесе оқтаумен жайып алып, кейін формаға орналастыруға болады. Каналымда әрдайым сіздерге пайдалы болатын, қажет болатын рецепттермен бөлісуге тырысамын. Сіздердің қолдауларыңыз шабыттандырады, видеоға лайк басып, кез келген пікір қалдыруыңызды сұраймын. Теп-тегін лайктарыңызды аямай каналға тіркеліңіз. Салмамыз дайын болғанша қамырымызды тоңазытқышқа жібереміз. Салмасына 4 орташа алма қолдандым. Қабығын аршып, ірі үккіштен өткіздім. Қатты қарайып кетпеу үшін лимон шырынын қостым. 2 ас қасық қант қостым. Мұқият араластырамыз, салмамыз дайын. Қамырымыздың үстінен осылай 1 ас қасық жүгері крахмалын жайғастырдым. Салмамыз сулы болғанда осы лайфхакты қолдануға болады. Сонда қамырымыз салманың суынан шикі болып қалмай толықтай піседі. Алманы біркелкі етіп жайғастырамыз. Әрине салманы ауыстырып, кез келген өзіңізге ұнайтын салманы қолдануға болады. Мысалға мен дәл осы пирогты творогпен, яғни ірімшікпен пісіргенді де жақсы көремін. Алмұртпен, қара өрікпен, жидектермен, тіпті жаңғақтармен де дайындауға болады. Үстінен мұздатқышта тұрған қамырды үккіштен өткіземіз. Біздің қамырымыз универсальное песочное тесто, яғни әмбебап сондай қамыр, кез келген бәлішке, пирогқа қолдана берсеңіз болады. 180 градусқа дейін қыздырылған пеште қызарғанша шамамен 35-40 минут пісіреміз. Осындай әдемі алтын түстес болып қызарып пісіп шығады. Қант ұнтағымен сәндедім, қазір кесіп ішін көрсетемін. Рецепті оңай, құрамы қолжетімді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сондай үгітілмелі, дәл пекарнядағы пирогтар сияқты болып шығады. Рецепт ұнайды деген үміттемін. Жаңа видеоларда жүздескенше.